Сабақтың тақырыбы «Ұрпақтар, ұмытпайтын Ұлы Жеңіс». Сабақтың мақсаты адамзат тарихындағы ең сұрапыл, қанды қырғын ошағына айналған екінші дүниежүзілік соғыс жайлы, онда ерлік көрсеткен қазақтың жауынгер батырлары туралы деректерді өскелең ұрпақтың санасына сіңіру, отанға, халыққа деген сүйіспеншілік сезімін арттыру, отанды қорғауға, үлкенге ізет, кішіге қызмет етуге, адамгершілікке тәрбиелеу. 1941-1945 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. 1941 жылдың 22 маусым айында таңғы сағат 4-те Германия шабуыл жасаспау туралы келісімді бұзып, Кеңес одағына басып кірді. 4 жылға созылған Ұлы Отан соғысы Кеңес одағы бұрын соңды бастан кешкен барлық соғыстардың ішіндегі ең ауыры болды. Гитлер Кеңес одағына қарсы соғысқа мұқият дайындалды. Соғыс басталар алдында Германияның 190-шы дивизиясы 5,5 миллион офицерлер мен солдаттар, 3,5 мың танк, 5 мың әскери самолет болса, Кеңес одағының әскери күштері әлде қайда аз болды. Жас жігіттер мен қыздар, аға буын өкілдері қолдарына қару алып майданға аттануға тілек білдірді. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Кеңес одағының халқы бір адамдай жұмыла елді жаудан қорғауға аттана бастады. Тек қана 1 шілдеге қарай Кеңес одағының қарулы күштерінің құрамындағы адам саны 5,3 миллионға жетті. Соғыстың алғашқы күндерінде Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстаннан шақырылған жігіттерден 316-шы атқыштар дивизиясы жасақталды. Оның командирі болып азамат соғысына қатысушы генерал Панфилов тағайындалды. Соғыстың бастапқы 3 айының ішінде Қазақстанда 391-ші атқыштар дивизиялары құрылды. Соғыс кезінде небәрі республикада 12 атқыштар, 4 атты әскери дивизиясы, 20-дан аса атқыштар және атты әскер бригадалары, әуе күштерінің зеңбірекшілерінің полктері, әртүрлі соғыс саласының ондаған батальондары құрылды. Соғыстың сипаты Германия тарапынан бұл соғыс агрессиялық жаулап алушы әділетсіз соғыс болды, ал Кеңес одағы тарапынан әділетті өз жерін қорғаған азаттық отан соғысы болды. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес одағының батыр атағын алған жерлестеріміз: Талғат Бигелдинов, Ақмола облысының Ақмола ауданында туған. Жауға қарсы 305 рет дүркін ұшып шығып, сан рет батылдық пен тапқырлықтың үлгісін көрсеткен. Сол үшін де батыр атағына 2 мәрте ұсынылған қазақтың дара азаматы. Ғабдуллин Мәлік, Көкшетау облысының Зеренді ауданында туған. Рота командирі, майор, атақты 8-ші гвардиялық дивизия сабында шайқасқан. Батыр атағына Мәскеу түбіндегі ерлігі үшін ұсынылған. Құрманов Ақан, Ақмола облысының Атбасар ауданында туған. Атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысып, өжеттілігімен көзге түскен. Днепрден өту кезінде ерлікпен қаза тапқан. Нұрмағамбетов Сағадат, Ақмола облысының Алексеев ауданында туған. Рота, батальон командирі болды. Солтүстік Кавказ, 4-ші Украина, 1-ші Белоруссия майдандарында шайқасып, Пилиция өзені маңында болған ұрыста асқан ерлік көрсеткен. Тәуелсіз еліміздің тұңғыш қорғаныс министрі болды, армия генералы. Біз Ұлы Отан соғысындағы Ұлы Жеңіске ештеңеге теңеспейтін күшпен жеттік. Ол күш әрине бірлік, ел есімі ел есінде демекші, бізге жарқын болашақ, бақытты ғұмыр сыйлаған аталар, апалар ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Солардың қасиетті рухы бүгінгі бейбіт тірлігімізге нұрындай мәңгі шуағын шашпақ. Назарларыңызға рахмет.